Сәлеметсіздер ме? Жамбыл облысы Шу ауданы білім бөлімінің Жібек жолы мектеп-лицейі мемлекеттік коммуналдық мекемесі. Біз адал елдің ұрпағымыз тақырыбы негізінде 4-ші сынып әдебиеттік оқу пәнінен құндылықтар, қазыналы қарттың тәлімі. Дайындаған бастауыш сынып мұғалімі Аймаханова Жанна Болатханқызы. Сабағымыздың тақырыбы қазыналы қарттың тәлімі. Сабақтың мақсаты білім алушыларды ұлттық құндылықтарды дәріптеуге, тәрбиелеу арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетін қалыптастыруға ықпал ету. Сенің меңгеретінің мәтін мазмұны бойынша аңыздың жанрлық ерекшеліктерін анықтап, кейіпкерлердің іс-әрекетін салыстыра бағалайсың. Ой толғау әдісіне көңіл бөлейік. Бұлттағы сөйлемдерді оқып, мағынасын ашып көрейік. Отанымды сүйемін. Өнерлі, білімді баламын. Достарыма көмектесемін. Денсаулық зор байлық. Еңбек ету қажеттілік. Туған тілім қазақ тілі. Ата-анамды жақсы көремін. Үлкенді сыйлаймын. Табиғатты қорғаймын. Сыпайы сөйлеймін. Атамның сөзі ақылдың көзі. Міне балалар, осы сөйлемдердің мағынасын ашайықшы. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Ұрпақ үшін мәндісі ұлттық тұрғыдағы тәрбие. Әр халықтың тарихи өмірінде қол жеткізген ең құнды дүниелері, рухани және адами қасиеттері, ұлттық құндылықтары бар. Отаншылдықты қалыптастыруда ата-бабамыздың ұлағатты ойлары мен тәлімдік тәрбиесінің орны ерекше екен балалар. Төле би туралы не білеміз балалар? Төле би шамамен 1663-1756 жылдары би шешен болған. Қазіргі Жамбыл облысы Шу өзенінің жағасындағы Жайсаң жайлауында дүниеге келген. Қазақ жерін жоңғар басқыншыларынан құтқаруға атсалысқан. Төле бидің кесенесі өзі 12 жыл билік жүргізген Ташкент қаласында орналасқан. Оқулығымыздың 48-ші бетіндегі қазыналы қарттың тәлімі әңгімесін бірге оқиық. Төленің жас кезі. Жотада мал бағып жүрсе, анадай жерде 5-6 аттылы кетіп бара жатады. Бала олардың алдынан шығып сәлем береді. Орталарындағы ақсақалды Қоңқа би деген жасы 70-терге келген кісі екен. Балам, бұл қай ауылдың малы? Әлібек бидің. Анау үй іздеп жатқан жылқылар кімдікі? Жыланкөз байдікі. Іздеп келе жатқанымыз сол Жыланкөз бай еді. Менің де сол ауылға барар шаруам бар еді. Сіздерге ілесе барайын дейді Төле бала. Олар жүріп келе жатып, сәске түсте көп жылқыны көреді. Жылқының көптігі соншалық кіші бесінге дейін шетіне шыға алмайды. Сонда жол серік бала: ата, мынау жылқы қандай байдың жылқысы болды екен? Білесіз бе деп сұрайды. Қоңқа би: қарағым, бұл нысапсыз деген байдың жылқысы дейді. Нысапсыз деген қандай бай? Нысапсыз осы малды жия берген. Бұл нашарға, кедейге қайырымы жоқ байдың малы. Олар одан әрі жүріп келе жатады. Кенет кең далада жайқалып өсіп тұрған қалың егіннің үстінен түседі. Ойпырмай ата, мынау қандай адамның егіні болды екен? Көздің жауынап, жайқала өсіп тұр ғой дейді бала. Шырағым, бұл қайырсыз деген байдың егіні. Қайырсыз деген бай ма? Қай ел болады ата? О шырағым, айтайын, бай бір өзі пәлен адам жалдап, осынша жерді айдатты. Арзанға жұмыс етіп, еңбегін бір жеді. Енді егінді біреудің еңбегімен орғызып, қырманға салды. Бастыртып, қамбаға құйды. Мұның бәрін өзі істемеді, біреуге істетті. Сонан соң елде астық болмай қалған жылы қымбатқа сатты. Өзі жан қинамай, үйде рахаттанып жатты. Келесі жылы тағы егін ектірді. Енді есе адам жалдады. Жылдан жылға осылай кете берді. Одан жұртқа пайда жоқ. Ел ашыққанда қымбатқа сатты. Мұның қайырсыз болатын себебі осы. Түсініп ал балам.
Төле би сол жол үстінде жолыққан қоңқа қартты үнемі құрметпен еске алып, өзіне ұстаз тұтқан екен. Балалар, сөздікке қарайықшы. Үйездеу дегеніміз ыстық күні жылқының бастарын бір-бірінің көлеңкесіне тығып, топтанып тұруы. Кіші бесін күн төбеден ауып кешкірген кез. Нысапсыз, тойымсыз, қанағатсыз дегенді білдіреді. Қайырсыз, қайыры жоқ, жақсылығы шапағаты тимейтін деген сөз. Жер айдау, жер жырту деген мағынаны білдіреді. Ендеше дәптерімізге үйездеу, нысапсыз, қайырсыз деген сөздердің мағыналарын жазып қояйық. Балалар, осы мәтін мазмұны бойынша өз ойымызды тұжырымдайық. Шығармадағы нысапсыз бай мен қайырсыз байдың іс-әрекетін салыстырайықшы. Екеуінің қандай айырмашылығы бар? Жарайсыңдар балалар. Екеуінде ешқандай айырмашылық жоқ екен. Нашарға да, кедейге де қайырымы жоқ адамдар екен. Осы ойымызды өмірмен байланыстырып көрейікші. Біз осындай қайырымсыз, нысапсыз нәрселерді бойымыздан аулақ ұстап, адал, мейірімді, қайырымды іс жасайтын ұрпақ болып өсейік. Мәтіннен түсінгенімізді аңғару үшін сұрақ-жауапқа кезек берейік. Нысапсыз бай мен қайырсыз байға қандай адами құндылықтар жетіспейді екен? Дұрыс айтасыңдар. Қайырымдылық, адалдық, қанағатшылдық, көмек көрсету, мейірімділік өте жақсы балалар. Мәтін неліктен қазыналы қарттың тәлімі деп аталған екен? Өте жақсы балалар. Бізге үлкен кісілердің, қариялардың ақылы қазына боп саналады екен. Тамаша жауап балалар. Төле би қоңқа қарттан қандай тәлім алды? Қайырымды болуды үйренді. Өте тамаша балалар. Шешендік сөз дегеніміз балалар, қазақ халқының ерте заманнан келе жатқан сөз өнері. Шешендік сөзде терең ой, даналық жатыр. Нағыз шешен, тапқыр, әділ, топ алдында тайсалмай сөз бастайтын батыл, сабырлы болады. Сабағымызды қорытындылай келе, атадан балаға жеткен халқымыздың тәлім-тәрбиелік мол мұрасы адалдықты, адамгершілікті, қайырымдылықты, мейірімділікті дәріптейді. Ал бұл тәрбие отбасынан басталып, мектеппен жалғасуда. Рухани адамгершілік тәрбие осылай бірлесіп берілген кезде нәтижелі болмақ. Тәуелсіз еліміздің өз мүддесінен халық мүддесін артық қоятын адал да, саналы, отансүйгіш азаматтарсыңдар. Елімізді өркендетіп, жерімізді көркейтетін адал ертің ұрпағы сіздер. Балалар, бүгінгі сабақтан не үйрендіңдер? Шардың суретін салып, қандай адами құндылықтар бар екенін жазып қойыңдар.